Әйел ұлының бала сүю қабілетін сынау үшін оған қомақты қалың мал беріп, кедей қызды келін етіп алмақ болады. Алайда құда түсу күні ұлы барудан бас тартады. Амалы қалмаған әйел өзі барып, құдалық рәсімін өткізеді. Бірақ қыздың ағасы ашуланып, құдалықтан бас тартатынын айтады. Мұндай қорлыққа шыдай алмаған әйел үйіне ашумен оралады. Мұны естіген Джихан қатты ашуланып, заңгеріне ханшерге келісімшарт бойынша 5 миллион өтемақы төлеу туралы хабарлауды бұйырады. Амалы қалмаған ханшер жағдайды түсіндіру үшін Джиханның үйіне барады. Бірақ сол сәтте Джиханның бұрынғы әйелін басы жаралы күйінде көреді. Ханшер дереу әйелді ауруханаға жеткізеді. Көп ұзамай Джихан мен оның анасы да ауруханаға келеді. Ханшер бұл әйелдің Джиханның бұрынғы жары екенін білмей, екеуін жай ғана туыс деп ойлайды. Ол келген себебін құдалық туралы түсіндіру үшін екенін айтып, әйелдің жарақатын өзінен көрінуді сұрап, Джиханның анасынан да өзінен де қайта кешірім сұрайды. Соңғы күндері Джиханның анасы бірнеше қызды қарастырғанымен ешқайсысы көңілінен шықпайды. Сондықтан ол бәрін ұмытып, қайтадан ханшерді таңдайды. Әрі кең пейілді кейіп танытып, ханшерді кешірген болып көрінеді. Джихан да ештеңе демей, жүргізушіге ханшерді үйіне апарып тастауын тапсырады. Қыздың қалтырап тұрғанын байқап, сырт киімін алып келіп, үстіне жабуды бұйырады. Бұрынғы әйелі болса, өзінің бүгінгі жағдайы керісінше, Джихан мен ханшердің арасын жақындатқанына ашуланып тістенді. Келесі күні қыздың ағасы құдалық сақинасын алып Джиханның кеңсесіне келеді. Ол Джиханның өзі ханшерге сақинаны тағып, онымен ресми түрде құдаласуын сұрайды. Бірақ Джихан сақинаны суық жүзбен алып, ағасына кетуін айтады, себебі жұмысы көп еді. Ағасы да қарсы сөз айта алмай кетуге дайындалғанда басы айналып әрең тұрады. Мұны байқаған Джихан оны үйіне дейін жеткізіп салады. Үйге кіре берісте оларды ханшер қарсы алады. Қыз біраз қобалжып, Джихан мен ағасы арасында бірдеңе болған шығар деп ойлайды. Бірақ ағасының жүзінен реніштің белгісі көрінбеген соң көңілі орнына түседі. Ағасы Джиханды үйде қалып, бірге кешкі ас ішуге шақырады. Ханшер оны сылтауратып шығарып салмақ болады. Бірақ Джихан керісінше әдейі қалуға шешім қабылдайды. Кешкісін ағасы мен жеңгесі Джиханды жылы қарсы алып, дастархан жаяды. Ал Джихан мен ханшер ыңғайсыз күйде қатар отырады. Ағасының отбасының бақытты жүзін көрген Джиханның мұздай жүзі аздап жібіп көңілі босайды. Ағасы тағы да сақинаны тағып беруін өтінеді. Джихан аздап кідіріп тұрғанда, ханшер сақинаны өзі алып қолына тағып жібереді. Ағасы да екінші сақинаны алып Джиханның қолына тағып береді. Джихан бұл жолы қарсы болмайды. Жеңгесі қуанып телефонмен екеуінің суретін түсіріп алады. Екеуі болса әлі де сәл қысылып, күлімсірей алмай тұрады. Содан соң Джихан жұмысы барын айтып кетуге ыңғайланады. Машинаға отырған Джихан қолындағы сақинаға қарап ұзақ ойға шомады да ақыры шешіп тастайды. Бірақ ертесінде сол сырт киімді кигенде қалтасынан ханшердің шаш қыстырғышын тауып алады. Оны тастамай өзінде қалдырады. Жеңгесі мақтанып екеуінің суретін әлеуметтік желіге жүктейді. Біраз уақыттан кейін бұл суретті Джиханның бұрынғы әйелі де көреді. Ол ашуға булығып, жүрегі қызғанышқа толады. Және ол суретке Джихан бедеулікке шалдыққан әйелін тастап, дереу жаңа сүйіктісін тапты деген тақырып қойылды. Бұл шағын мақала тез арада жұрт арасында үлкен дүрбелең туғызды. Ашуға булыққан Джихан дереу көлікке мініп, ханшердің үйіне келді. Үйде тек ағасы ғана бар екен. Джиханды көріп, ол таңырқай қалды да, дереу жылы қарсы алып, бәріміз бір отбасымыз ғой деп шақырды. Бірақ Джихан суық жүзбен оған, мен сендермен бір отбасы емеспін, және ешқашан болмаймын деді. Неліктен екенін білгің келсе ханшерден сұра деп ашулы күйде кетіп қалды. Ханшер мен жеңгесі үйге оралғанда ағасын жедел жәрдем көлігіне салып әкетіп бара жатқанын көрді. Аурухана есігінде ол көршілерінен Джиханның аз ғана бұрын келіп кеткенін, ал оның кеткен соң ағасының есінен танып қалғанын білді. Ашуға булыққан ханшер бірден Джиханның кеңсесіне барып, оны қатты ескертіп, ағасы оның ең қымбат адам екенін, ешкімнің оған зиян тигізуіне жол бермейтінін айтты. Джихан болса, олардың суреттерді әлеуметтік желіге салып, өзінің компаниясына үлкен зиян тигізгенін айтты. Бірақ ханшер өз кінәсіз екенін, егер ағасына бірдеңе болса, бәрін тәрк ететінін жеткізді. Сонда ғана Джихан ағасының ауруханаға түскенін біліп, іштей өкініш сезінді. Біраз ойланған соң ауруханаға барып, ағасынан кешірім сұрады. Ол тек интернеттегі қауесеттерге сеніп, сол себепті ауыр сөздер айтқанын түсіндірді. Ағасы оны айттамады, қайта келгеніне қуанды. Ханшер Джиханның өзі келіп кешірім сұрағанына таңырқап қалды. Олар оңаша сөйлеспек болғанда ханшер байқамай орындыққа сүрініп қалды. Сол сәтте Джихан оны ұстап алды. Екеуінің көздері түйісіп, айналадағы уақыт бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ Джихан тез қайтадан суық кейпіне еніп, ертең таңғы 9-да азаматтық неке бөліміне кел деді. Түн бойы ұйықтай алмаған ханшер ағасының емі үшін басқа жол қалмағандықтан келісуге мәжбүр болды. Таңғы 9-да ол неке бөліміне келіп, Джиханмен бірге тіркеу бөлмесіне кірді. Алайда қызметкер олардың құжаттарын қарап отырып, Джихан мен оның бұрынғы әйелі арасындағы ажырасуды жою туралы құжатты байқап қалды. Сонда ғана Джиханның есіне түсті. Ажырасу туралы сот шешімі әлі күшіне енбей тұрғанда, бұрынғы әйелі өкінгеннен кейін некені бұзбау туралы өтініш берген екен. Джихан, мен ол құжатты адвокатқа тапсырғанмын деді. Бірақ ханшер, сенер сенбесін білмей, сен ажыраса сала менімен үйленуге келдің бе? Нағыз арам адам екенсің деп ашуланып, неке бөлімінен шығып кетті. Шындығында Джиханның ханшермен үйленуін анасы жоспарлаған еді. Себебі Джиханның немере әпкесі бала туа алмайтын. Джиханның әкесі кезінде отбасын тастап кеткен. Бұл оқиға анасын қатты жаралаған еді. Отбасы әрең есін жиғанда енді ағасы қаза тапты. Сол себепті Джихан анасын ренжіткісі келмей, оның барлық айтқанын орындап жүрді. Кейін ол бәрін түсіндіру үшін ханшердің үйіне барды, бірақ неден бастарын білмей үнсіз қалды. Ағасы оны жылы қарсы алып отыр деп шақырды. Ханшер де қуып шығуға ыңғайсызданып үндемеді.
Ағасы ханшерге Джиханға тәтті әкел деді, ал жеңгесі шай ұсынды. Ағасы қант алмақ болғанда Джихан өзі ұстап берді. Ағасы бұған таңырқап, риза болды. Ол Джиханға десерт ұсынды. Ал Джихан қарсы болмады. Ханшер осы сәтте оның да мейірімге қабілетті екенін сезгендей болды. Джихан кетерде, ертең міндетті түрде неке бөліміне бар деп ескертіп кетті. Ханшер басын изеп келісті. Келесі күні Джихан ертерек келіп, оны күтіп тұрды. Іштей уайымдап, мүмкін тағы да келмей қояр деп ойлады. Бірақ ханшер келді. Екеуі үнсіз ғана рәсімнен өтіп қол қойды. Кешке ағасы мен жеңгесі хына жағу рәсімін өткізді. Анасы қызметшісіне дәстүр бойынша барлық қажетті заттарды дайындауды тапсырды. Бірақ Джиханның бұрынғы әйелі әлі де үмітін үзбей, бұл некені бұзғысы келді. Анасы оған кейін қайта қосылуға мүмкіндік беремін деп уәде еткен болатын. Алайда ол Джиханның басқа әйелге үйленуін көруге шыдай алмады. Сондықтан қызметші байқамай тұрғанда өздерімен бірге түскен некелік фотосуретті салт жоралғы заттарының арасына тығып қойды. Ол осылайша ханшерге мен Джиханның бұрынғы әйелі әрі біз әлі ажыраспағанбыз дегенді білдіргісі келді.